Қандай жаңалық? Жаңалықты көрдіңдер ма? Көрген жоқпыз, біз енді тұрып жатырмық қой. Қандай жаңалық? Сен ерте тұрмағаныз қазір көресіңдер. Аяру тұр. Ойна жатсың қарсы. Тұрыңдар. Не ол? Терезені ашшы, кішкене айған. Не үшін? Терезенің бәріне жауып тастағансыңдар. Жоқ, ашпаймыз. Неге? Қазір жаңалықтан бәрін көріп түсінесіңдер. Ойбай, қандай жаңалық ол? Саламатсыздар ма, Кентау қаласының тұрғындары? Бізде бүгін жаз басталды ма десек, аяқ астынан қыс боран болып кетті. Жылы киімдеріңізді қайта шығарыңыздар. Қош, сумен ба? Далада неме жаңбыр, қар жауып кеткен ба? Бүгін 1 маусым емес па бүгін? Бүгін жаз ғой? Бүгін праздник, жаз басталды ғой енді. Қан көрші мен қар жауып жатыр ма? Көрсейін? Мен қарап қойғам. Қар жауып жатыр. Еще мұздағандай, домалақ мұздар. Қар жауып жатыр. Дала мұз ба? Еще аны пингвин жүр. Ой. Ақ аю да жүр. Ақ аю жүр еще. Айттым ғой мен сендерге. Вара, ужас. Енді біз қысқы киім бәрін салып тастадық қой. Солай. Ана шкафтың төбесінде ғой. Енді? Сенбесеңдер далаға шығар. Қойшы дала суық болса ше. Біз көйлекпен. Қар білінбей қалсайшы. Қар білінбей қалсайшы. Қалай ол? Жаз басталған кезде қар жауып кетті. Жел болып жатыр еще дала. Көріңдер ма? Енді бассейнге барамыз ба деп еді. Сол ғой біз пландап, маевка бәрі. Айтып едік қой Түркістанға Далаға шашлик жасаймыз деп едік қой. Не болсыны бәрі атмен болды ма? Сол ғой. Кеттік көрейікші жүр даланы. Жүр. Мә шлепкамен шыға береміз ба? Оля уже подъезд салқын болып жатыр ғой. Холодильникке шыққандай болдық қой. Сонда түнде болды ма? Біз ұйықтап жатқан кеше ғана жаз болып тұр еді ғой. Аяқ асты ма сонда? Кеше түнде бәрі жауып жатқандай болды. Ойбай дала суық. Жел ұрды ғой кәдімгідей. Мама жел ұрып жатыр еще достар. Мына жасылдардың үстіне дейін қар жауып жатыр, көріп тұрсыздар ма? Ужас. Не істейміз енді? Аяру тұр, аяру жаурақ қалды. Тұр. Давайте. Көрейікші. Аю жүрдендер ғой, аюды көрейікші. Қандай Антарктидадан келген ба, не істеген бәрі? Кет көрейік. Адамдар кетіп жатыр. Жылы жаққа кетіп жатыр ма, не істеп жатыр? Жаурадыңдар ғой сендер. Жаурадыңдар ма қатты аяр шорты мен аяғына шлепка. Ужас, мына жақта еще ремонттап жатыр ғой дворды. Достар, кәдімгідей кілтті, мына қыз кілтті таппай қалды ғой. Қақа қойғанын білмей қалдық енді. Үйге кірамай қалдық той. Мамасын күтіп тұрмыз енді. Мына жерде ағаю кеп қала ма деп қорқып тұрмыз ше. Аяру тұрсай. Жаурадың ба? Біреудің артынан қуалап кетіп қалды. Олар қақтан келіп жүр. Бізде вообще қыс болса да ағаю келмейтін еді ғой. Ана қарса кетіп баратыр ән. Мама, ана кетіп баратыр. Тығыл, жүгір. Тығыл. Мама, ужас. Оля, ужас. Достар, біз ше үйге де кірамай қалдық. Жаурады мыналар қасы. Мұрындары қыты, ужас. Жөтелме. Жөтеліп жатыр, уже ауырып қаламады. Ой, не өп кетті. Оля, жел тұрып жатыр. Қар жауып жатыр ғой, қарсаңыздар. Қар, кәдімгідей күшті болып қар жауып жатыр бұл жағынан, Жаным, жаурады мен балам. Бүйтеміз, давайте. Ана қарасай. Пингвин жүр ғой. Пингвин жүр, қарашы. Пингвин да жаман ба? Қандай өзі? Мен қорқам пингвиннен. Түспейме, беріп тұрсайшы. Ағаю да жүр ана жақта. Тапшы кілтті. Пингвин тиспей ма? Білмеймін ғой сол тисе ма, тиспей ма. Жүр. Көршіге звондашы. Ашпайды ғой, бағанан бері звондап жатыр ғой.
Давай, мама, достар. 21-ге звондым. Жаурадық. Ой, достар. Қайтадан шапка, курткаларымызды алып шығамыз енді үйге барып, иә? Аш серіңізші, пожалуйста. Ура, ашты. Жүр, тез, жаурадым, мама. Жүр. Ма, жауып отырсайшы. Ауырып қаларсыңдар тағы да. Жаурамай отыр. Давай, жамыл сен де қатты. Ту, достар, бізге енді отопление да жоқ қой, ә? Ту, отопление той жүріп тастады ғой. Енді не істейміз? Кондерді қосында жылыға. Кім кеп тұр? Маман келу керек пе еді? Мама келу керек пе еді? Мама 5-те келеді. Әлі уақыт болған жоқ қой. Жұмыстан келетін. Бар, ашы көрші кім? Туй, тағы кім? Жамылып ал. Ойбай, саламатсыз ба, сіз кімсіз? Саламатсыңдар ма, қалайсыздар? Біз сіздерге жазда құттықтап кеп қалдық. Неден құттықтап келді сонда? Не үшін бүгін праздник па не? Жоқ, бүгін балалар күні ғой, әшім. Балалар күні ғой. Сонда сол балалар күніне келіп тұрсыздар ма сіздер? Я, біз балаларды ойнатайықшы деп келдік достарымызбен. Сіздерге де кіріп айтып кетсек деп еді. Қазір сәл уақыттан кейін қала мұздап, мұзға айналып, сырғанай аласыздар мұздан. Вау, сонда кәдімгі мұздан жасалған қала жасабасыздар ма? Я, күшті қылып жасап жатырмыз, сіздер де келіп көріңіздер. Бірақ біздің үйіміз суық болып кетті ғой, не істейміз, а? Сол ғой. Туына балаларды қарасаңызшы, қатты жаурап отыр. Туй. Я, енді сіздер сәл шыдасаңыздар, біз кетеміз. 3 күнде кетеміз, сіздер сәл шыдасаңыздар. Сонда айғаным, аяру, қысқы киімдеріңді шығарсаңдар. Я, қысқы киімдеріңізді шығарыңыздар, біз балалар күніне орай сіздерді құттықтап ойнатып кетейін дедік. Ағайы жүр ғой сосын далада. Сол ғой. Ағайы біз жеп қоймай ма? Жоқ, ол жемейді, ол сондай балалар жақсы көреді, ойнатады, ол біздің аниматор ғой. Аниматор дейді ғой. Сіз де сонда аниматорсыз ба? Я, мен шын пингвин деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ, енді адамға ұқсап тұрсың, иә. Болды, енді міне балалардың күніне орай сіздерге бутерброд, міне. 1, міне, 2, және 3. Ойбай, рахмет сізге, рахмет көп. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Енді біздің үйіміз жылтайға үйімізді құрсын. Мақұл, онда қазір сағат кешкі 6-да далаға шығыңыздар, барлығы дайын болады, сөйтіп ойнаймыз. Барлығымыз ойнаймыз, иә? Неғып жылаватсыз енді? Жыладыңыз ба, не істедіңіз? Жыламаңызшы? Жоқ, енді көзін кәдімгі сендерді көріп жылағым деп кетті ғой. Жүрінде ойнаймыз, жарай ма? Шақырып жатқам ғой сендерді. Мақұл, иә, барамыз, болды. Айдын барамыз, иә? Иә. Қысқы киімдерін дайындандар. Жарай, жақсы. Ой, кетті балалар. Енді не істейміз? Кешкі 6-та шығамыз ба? Точно ма? Бірақ ауырып қалмаймыз ба, е? Сразу ыстықта мұздайға. Енді біздің туырымызды дайындап атқан сол екен ғой, а? Онда давайте қысқы киімдерін шығарамыз онда қайтадан. Жүріңдер, кеттік. Бар екеуіңіз алып шыға беріңдер бізге қарай. Қысқа етікті де алып шығуды ұмытпаңдар, шлепкамен шықтырмайық. Ал достар, всем пока. Біз енді кеттік, ойнаймыз. Пока.